Бәріңе сәлем, 22 наурызды қалай өткіздік? Ұлыма қазақша киімін кигізсем, балам шешіп тастап жатыр жылап. Негізі курткасының ішінен кигізіп кетейік, сосын барған соң курткасын шешіп суретке түсіре саламыз дегенбіз ғой. Сонымен кигізген жоқпыз да, осылай сумкамызға салып алып шықтық. Астана алаңы деген жерге келдік, яғни КБТУ деген жер ғой, осы жерде концерт болып жатыр. Сол 22 наурыз күні осылай жаңбыр деген құйып тұрды ғой. Жігітім жұмыста болғандықтан енем, балам үшеуміз шықтық. Айтпақшы ше, көптеген адамдар менің енеммен суретке түсіп жатыр ғой, андай сыртындағы не деуші еді, басына киіп алған кимешекше, сонымен қызығып жұрттар деген суретке түсіп жатыр ғой. Мен үлгере алмай қалдым да видеоға түсіруге. Жаңбыр біраз басылғаннан кейін балама қазақша киімін кигізіп, батырлардың қасына бәріміз суретке түстік. Сөйтсек бұлар 1000 теңге дейді ғой. Сосын енем айтты, апа сізді жеке осылай түсіріп алайық фотоға деді. Фотоға, видеоға түсіріп алғаннан кейін, жарай төлемей ақ қойыңыздар дейді ғой бір кезде. Содан кейін мына жерде бүркіттермен бірге мына жігіттер жүр екен, сосын суретке түсе қояйық деп суретке түсіп атсақ, түсіп болғаннан кейін бізге 1000 теңге дейді ғой. Ойбай дедік та, сосын немене бәрі ақша болып кеткен ба деп, сосын жарайды деп ақшасын бердік. Негізі барлығын тегін қылып қою керек қой, я мейрамда қалай ойлайсыздар? Суретке түсудің өзі ақша ғой, ужас қой. Өзіміздің соткамызға түсіп жатыр еще. Айтпақшы, бұл жерде неше түрлі қол өнер бұйымдарын сатып жатыр екен. Барлығын бірдей аралай алмадым, себебі жаңбыр жауып тұрғандықтан. Сөйтіп енемде қарап жүрген бір кезде ол кісі жай жүрмей менің ұлыма түйе сатып алыпты. Енеміз екеуміз ораза ұстап жүргендіктен балама обед әперейік деп сол жерге жақын жерде Магнумға келіп, ұлыма осындай булочка алып бердім. Жаным сол қарны ашып қалған ғой, бір булочканы тауысып алды өзі. Айтпақшы, мен көрсетпеппін ғой, мынау менің look of the day-ім. Алқа, сырға, сақина, сосын шашбау тағып алдым. Негізі менде қазақша киім жоқ екен, андай шапан, әдемі көйлек бұйырса енді сатып алу керек деп ойлап отырмын. Үйге келгеннен кейін әжесі ұлыма 22 наурыз мерекең құтты болсын деп осылай бағанағы түйені сыйлады. Айтпақшы, мен де наурыз көже жасадым 22 күні. Мен айранын сразу қазанға араластырған жоқпын, өйткені әркімнің өз қалауы бойынша біреу қосқысы келеді, біреу қосқысы келмейді деген сияқты ғой. Айран мен құртын бөлек-бөлек әркім өзі қосып жеген болатын. Солай наурыз көжем өте дәмді болып шықты. Одан кейін жент жасайын дедім. Печенье, май, қант, талқан барлығын араластырып, мындай күштілеп тұрып жент жасадым. Сосын оларды осындай пакетке салып, морозильникке салып қойдым, біраз қатсын деп. Ал бізге ас болсын. Всем пока.